Тойдыман арнасына Алмасхан досым екеуміз хит жүрту бағдарламасына келіп қалдық. Біздің айтарымыз бар. Көптеген әндердің маскасын шешейін деп келдік. Ән жасырат дей ма, сіздерді бірінсе дейді ғой. Жазылшы ал. Дайымыз. Дайымыз. Шодан ба. Сенің олар емеспін, жанарыңда қалды елесің, сен ұмыта алар емеспін. Қазақстанда бірақ әншіге ғана жарасатын ән, Құрмаш Маханов ағамыз айтатын. Сен таптың ғой енді? Сен бір елессің. Сен бір елессің. Әні кімдікі? Авторларын айту маңызды емес ше? Неге маңызды емес? Қалай маңызды емес? Қалай маңызды емес? Орындаушысын мен ән... Жоқ! Авторлар қатты айтып жатсын досым. Әні Құрмаш ағамыздың өзігі сияқты. Өзінікі ма? Жоқ, мен айта алмаймын. Типа Ванга сияқты ма? Өзінікі де ойлаймын, өйткені көп әндерін өзі шығарған ғой. Орындаушысы Құрмаш Маханов, ән сен бір елессің. Кеттік, екінші давай. Менің кім жоғары, шар іздебім. Әділет Жауғашар. Әділет Жауғашар. Бір қыз. Талғамы менің тым жоғары, таңдарым менің кім болады. Дарарарайдың жар іздебім, махаббаттан дадым жоғары. Беймәлім. Ой, өзіміздің досымыздың әнін білмей ұят болды ғой мынау. Бірақ әнін біліп тұрмыз ғой. Әділет Жауғашар, аузын ашса, аяқ киімнің 42-ші размері. Алтын бауыр ғой біздің. Алтын бауыр. Біз жерлеспіз, короче. Ол Сөлтірестікі, менің туысқаным болып келеді. Арал, Қазалы, Арал, Ақұдай. Екі арал, бір Қазалы. Ақұдайларым жасай берім әңгі. Короче. Оның паспорты не ма? 93 пен 94. Паспорты ол емес, ең алғашқы хиті не бар? Бесаспап қыз. Бесаспап қыз. Бесаспап қыз ғой. Бесаспап. Сол ән қатты таралды ма не? Бұртиғаның сүйдім. Ол Бұртиғаның сүйдім, одан кейін шықты ғой Бесаспаптан. Бұртиғаның сүйдім деген әнмен таралды. Уақыт қой, Жандос Қаржауғай уақыт. Мен артта келе жатырмын, Мен сәл асықпай айтам ой деп. 3-тен өл ма? Жандос менің шығармашылығымда өте ойып орын алатын азамат. Ол композитор есебінде танылған, өздеріңіз білесіздер. Досым дос туралы әні бар, Қуандық Рақымда. Әбжаппармен айтатын әні бар, өзі шығарған. Менің о жүрегіңе алмайсың ба әнін Жандос шығарған. Консерваторияда жүріп, екеуміз профессияда тұрып, сол уақытта араласып шығарған едік. Алтын азамат, көктемде үйленемін деген әні басында шамалы сол ілді. Бірақ паспорты оның көзмоншағың қолың тағың. Көзмоншағың үзіліпті. Бүгін өңкей толқындастардың бауырлардың әндерімен керемет болып жатыр. Қызық екенсің, Нұрболат Абдуллин. Тыңдап үлгермегенсің ғой вообще. Алғашқы ноталарда тауып қоя беретін болдық қой. Айтпақшы, Нұрболат Абдуллин жақында Алмасханның әнін ұрлап алыпты. Менің әнім емес. Нұрекең рұқсат алмаған. Сіз рұқсат алғансыз, Автордан рұқсатын. Жекпе-жек желание бар ма? Конкретно десе. Нұрболат братан ойнап айтып жүрген сияқты. Ойнап айтып жүрген. Нұрболат Абдуллин ағамыз ол әнге қызыққан болу керек енді. Енді примерно андай өзінің несі сондай ғой, қимылдар келетін болғаннан кейін шығарған деп ойлаймын. Оның үстіне Инстаграмда да бір шай ішіп, әдемі болып отқан жерлерде видео. Бұл жерде енді мысалға баяғыда Мәліктің де әні болды ғой, Махаббат деген ән, 8 адамға шығарды ғой бір күнде. Бірақ 8-7-нікі шықпай қалды да, бір Мәліктігі ғана атып кетті. Бұл жерде ұпай екеуіңе де беріліп тұр, оныкі де халықтың арасында жүр, сенікі де халықтың арасында жүр. Оныкі ютубта жоқ, Нұрекеңдікі ютубта жоқ, сенікі ютубта бар. Бар дейсің ғой. Өнерге әркімнің бар таласы дейді. Біздікі де сол 4 октябрь күні 8 адам шығарған. Әнің шығып ютубқа бірінші салып үлгерді ғой. Жоқ, екінші салдым. Нұрболаттан кейін екінші салдым. Сөйтіп Нұрекеңдікі алынып қалды, Нұрболаттың авторы алып тастаған. Рұқсат болмағаннан кейін. Бірақ менің ешқандай нем жоқ, қарсылығым өнерде алдыңғы буын, аға буын. Негізі ше, мысалы біздің де Қазақстанның әндерін, мысалы
қырғыздар айтып жүр ғой, мысалы кеше Айбектің әнін алып алды ше. Біз андай қатты ютубтан алып тастап, оларға қатты бір не көрсетпейміз да. Ал олар біз кішкене бір ән рұқсатсыз шығарып қойсақ, бірден біздікін алып тастап, біз андай ойлаймыз ғой, СНГ-ге таралса екен, біздің де әнімізді жаңа Қырғызстанда. Біз кешірімшілміз, жүрегіміз кең да біздің. Біз жақсымыз, қалғандары жаман ғой. Осы жолы өзім табамын. Қандай маралым Қайрат Нұртас. Қалай. Қайратпен қаттарласам да, мен қалай таппай тұрғанымды түсінбей тұрамын же. Просто мен гитара тартамын да өзім. Гитарамен тартылып отыр, естіп қалар едім да. Домбыра тартасың ғой сен? Жоқ, мен домбыра тартпаймын. Домбыра тартасың ғой енді жалпы? Жалпы тартпайсың ба? Жалпы тартпаймын. Гитара. Жоқ, үйреніп жүрмін домбыраны. Келін бол шай қайнат. Оны сен тапқаның Келін бол шай қайнат. Мен өзім жалпы Алмасхан бауырымды ұнатпаймын деп. Көзінше ма? Бұның ән сөзін жазған кім екен білесің ба? Бұның әні мен сөзін жазған Алмасханның өзі. Қызылордада бір қыз ғашық болған. Ол қыз оған қарамаған, менсінбеген, короче. Ол кезде көп жуынбайтын болды. Алмасхан бауырымды мен өзім ерекше жақсы көремін, көзінше айтайын. Сондай бір еңбекқор азамат, дұрыс жолда жүрген азамат, дұрыс жүрген азамат. Кішкене ақшаға құнаған енді. Маған ұнайтын әні қолдарыңнан бір кесе жай ішкім келеді. Сосын Мәлік айтқан әні. Үйленем деген ән. Мен сені құшқан ұлытын қайда? Оны мен айтайын деп отырмын. Мен бірден білдім, премьерімді қазір менің әнімнен кейін бірден. Әлімжанның әні кетеді ау деп. Енді жаңа мен жалпы өзім көзімше мақтағанды аса ұната беретін адам емеспін. Әлімжанның сондай кең пейілділігі, жүрегінің мәрттігі, өзінің кеңдігі, жүрегінің бауырмалдылығы өте алтын бауыр болсын. Әндер туралы менің өзім жүрегімнен қатты орын алған ән «Күз» деген ән ұнайды. Әркімнің күз келген жоқ, қалаға өлең келді. Әлімжанның әнін ғана емес, өзін де ерекше жақсы көремін. Қарызға ақша еші. Қарызға ақша шыға десің. Эфирден кейін сөйлесеміз. Айгерім Мамырованың жүрсем қайғаладан жүрегің Шынбергеннің әні жаным ау мені сағынғанда ғой. Енді Айгерім Мамырованы ұнатпайтын эстрада жігіттер жоқ шығар енді. Өзіме ұнайды негізі, дауысы да былай да. Қазақ жұрты жақсы көретін әнші ғой. Мөлдіреп тұрады. Енді қазір эстрада негізі бар емес па? Ақсаят екіге бөлініп кетті ма? Үшке бөлініп кетті. Үлкен тап. Жастар деген сияқты дүние бар. Басымды кезіп алсам, мен жастардың кейбір әндерін қолдамаймын негізі. Қуып кеткен әндер бар негізі. Болмағыр бір әндерді қанағаттандырылмағандықтарыңыздан деген әндерді мен былайынша айтқанда, жалпақ тілмен айтқанда түкіргенім бар негізі. Билейтін ән болса да, кішкене темповой ән болса да, тойда жүрген ән болса да, чөт мағынасымен шыққан дұрыс деп ойлаймын. Садырдың әндері күшті мысалға. Өзіңді ойлай берем айға. Жүгінісовтің әндері күшті, мысалы сауатты. Біздің көршілес мысалы Өзбекстан мемлекетінде мысалы ондай әншілерді сахнаға шығармайды. Ондай әнші өйткені олар өзінің ұлттық құндылығын күшті ұстайды да. Ал біз мысалға қазір каша болып кетті. Жаңағы жастар жағы сөздер түсініксіз болып жатқандар еще бүйтіп айтады дегенде, тойға шықпаймыз, тойға шыққан намыстанады. Тойға шыққан әншілерді андай әнші ретінде есептемей ма? Сол бірдеңелер, әңгімелерді естіп қалдым. Той халықтың қазынасы дейді ғой. Онда бүйтейік, еркекше болсын, иә. Мен 5-3 қазір соңғы ән деп жатыр ғой. Бәрібір жеңіс менікі болып кетейін депті де, одан да қазір осы бір әнді екіге бөлек десейші. Жоқ, осы соңғы ән тапқан адамға 3 ұпай берейін. Давай, егер сен тапсаң, сен жеңдің. Егер мен тапсаң, давай. Жігітше болсын.
сонда сен оригиналсың. Қатты жақсы көремін негізі, братан ғой ол. Енді жүрегі кең азамат. Әбжекең салауатты өмір салтында ұстанады, сосын охотаға да күш шығады, көкпарды да тартады. Енді тек эстрадада жүрген азаматтармен ғана араласпайды, андай көкпар жігіттермен де араласады. Сондай көпшілдігі ұнайды маған қатты. Өскенде Әбжек бір сияқты болады деп. Еркіп жатқан інілердің де арқасынан қағып. Күшті азамат. Мен қайнағам ғой. Ол сосын әндерін бөлісіп жүреді. Әмжан саған маңдайың керек сияқты, маңдайың керек сияқты деген сияқты. Өзінің ойын айтады. Осы біздің буындарға кездесіп қалған кезде өзінің бір мотивациясын айтатын. Сол Нұрболат Абдуллинмен Әбжаппар негізі. Нұрекең де былай бір көргенде бір адам мен сенбейтін адам сияқты көрінеді, бірақ негізі мінезі сондай ол кісінің. Бірақ сөйлессең, кішкене ана кілтін таба білсең, күшті азамат, замандас аз жігіттер ғой. Сізбен әсіресе. Жасыңыз 50-де ма қазір? 60-қа таяқ. Арамыз 1-2 жаста. Өте керемет болды бүгінгі. Бұл жерде енді жеңіс үшін емес, достар жеңді деп ойлаймын. Көңіл күй көтере. Көңіл күй әдемі болды. Бәрі бірақ. Еркіндік. Әлімжанның жеңісінде. Жақсы, ақшамен айт. Шыққаннан кейін сөйлесем. Тойдыман канал жасай берсін. Құдай қаласа Алла бұйыртса, тойлатып жүре берейік. Әлімжанның лирикасы Алмасханның темпо бойы тойда ұрып тұрсын. Ғұмырлы, бақытты, баянды өмір кешіңіздер. Амин. Құдайым ұдасын. Ишалла. Бақыт берсін, береке берсін. Ұзақ бата болсақ.